Қыздар неге гауһар тасқа қызығады? Бұлай қарасаң жай ғана тас. Ал бағасы ойбай кәдімгідей Енді ол қымбат. жай ғана тас емес, Ғалымжан. Ол не үшін құнды болатынын білгің келсе, экранға қара. Көрейік. Кәне. Голливудтық актриса Мэрилин Монро шырқағандай қыздардың ең жақын досы гауһар тас. Гауһар тасты негізі 4 талап бойынша бағалайды. Бедері, мөлдірлігі және массасы. Негізінде біздер үшін оның бәрі маңызды емес. Біз қандай гауһар тас болмасын қуана қабыл аламыз. Гауһар деген тасты табиғаттан іздесеңіз таппайсыз. Гауһар тас деп қырылып, жонылып, өңі кірген алмас тасты айтады. Яғни мұқият әрі сапалы өңделген алмас тас әп-сәтте миллиондаған долларға бағаланатын гауһарға айналып шыға келеді. Всем кажется бриллиант? Барлығы міне гауһар тас, әдемі, керемет жылтырайды деп ойлайды. Және көбі оның әзірленуіне мыңдаған жылдар кететіндігін ескере бермейді. Мәселен, Якутиядағы кемберлеттік түтік ашылғанда, жер астындағы 500 метр тереңдіктегі мұздықтың арасынан алмасты алу үшін ұшан теңіз жұмыс атқарылды. Ал ол алмастан нағыз гауһар тасты жасап шығару үшін одан да көп тер төгіледі. Астанадағы гауһар тас дүкенінің ашылуына қазақстандық шоу-бизнестің гауһары Баян Есентаева да қатысты. Көрермендердің көзайымы болған Баян ханым гауһардан қай қырына баса назар аударады екен? Настоящая женщина. Нағыз әйел тек қана гауһар тас тағуы керек. Егер сенің оған ақшаң болмаса, өзіңе кішкентай ғана інжу сатып ал. Ал жағдайың болған кезде гауһар тастың кішкентай үгіндісін болса да алуға тырыс. Кішкентай гауһар тас өзіне үлкен карат тартады деген болатын. Міне сол кезден бастап мен сырғамды шешіп, одан кейін ешқашан бижутерия тақпайтын болдым. Ну, вот мой любимый, это подарок моего. Міне менің ең сүйікті әшекейім де гауһар тасым да. Бұл менің жұбайымның сыйлығы, салмағы 3 карат. Және мен оны еш уақытта шешпеймін. Хоуп алмазы, Кулинан, Тиффани және Луврда сақталған Санси ең танымал гауһар тастардың бірегейі. Дегенмен әр ару үшін ең қымбат әшекей, оның жүрегіне ең жақын жанның некеге сыйлаған сақинасы болар. Гауһар тас ол кемелденген, ақыл тоқтатқан әйелдер үшін деп қабылдаймын. Гауһар тасты кішкентай қыздар асынып жүргенде мен одан үйлесімділік пен нәзіктікті байқамаймын. Гауһар тас үшін сол тас сияқты пісу керек. Асыл бұйымдарды тағуға тек заттың емес, өмірдің де бағасын түсінген әйелдер лайықты. Алтын күмістің тас, арпа, бидайдың ас екенін атам қазақ ежелден ақ анықтап тастаған. Десек те қазақ қыздарының сәукелесі мен білезігі, алқасы мен түрлі інжу маржаны ешбір гауһардан кем түспейді. Бастысы ас болсын, тас табылады.